Айыбым болса кеше жүр асқақтау жердің маралы, жырладым сені неше жыл шындантып неше қалады. Жетпес күн сонау арманға жеткенмен менде құдірет, ақынның тілін алған ба адамзат ауылы бірде. Ассалаумағалейкум, қадірменді бүгінгі ауылдық мәдениет үйінің инстаграм парақшасының инста көрермендері. Биыл қазақтың бір туар лирик ақыны Жұматай Жақыпбаевтың туғанына 80 жыл болады. Жыр сүйген әр жүрекке Ләйләнің есімін таңбақ қалдырған жағынып қалған нәзік сұлу шумақтары есі жайында тікелей эфирде жыр арқауы Жұматай атты әдеби кешін ұсынамыз. Жұматай Жақыпбаев өз заманында адуынды ақындардың ортасын қалыптастырды. Қазақтың қара өлеңін дәріптеп жыр қағидасын құрды. Қатарға кім көрінгенді қоспады. Әуелі өлеңін ұнаса өзіне шен беріп жанына жақын тұтты. Соның нәтижесінде сайдың қасында іріктелген Сейітқали Нұржан, Гүлнәр Салықбай, Есеқол Жақыпбек, Әбубәкір Қайран секілді бір шоғыр ақын көпке танылды. 80 жылдық мерекені құттықтаймыз. Ақынның есімі мен өлеңі төрге осындай мерейлі күнге орай әдеби қоғамымыз өткен заманында аталып келе жатыр. Облыстық радиода және Жалыл Алмаханында поэзия бөлімінің редакторы, Қазақстан жазушылар одағында әдеби кеңесшісі болып, Алматы қаласында көшелерінің біріне есімі берілген. Сырбаз сезімге, сырлы сөздерге толы, әсем нақышпен өрнектелген қанық бояулы жырлар әкелді. Жұматай поэзиясы тіршіліктің ұдайғы сұлу қозғалысы, іспетті серпінді, ықшам әсерлі, нәрді, қызу қымбат. Ақын Ибрагим Исаев Жұматай шайырының поэзиясына сырқат жүректі сауықтыратын жырлар деп орынды баға берген. Сенің қасыңа батырлығым басыма пәле болар дедім. Ойладым солай, обал не, қате ойладым ба? Жоқ әлде. Қуаныштан күліп, ойым бар шалқып билемек, кеттім мен сосын күнәсіз арман сүйрелеп. Қап-қара шашты балақын болып тұр екем, қабырғадағы айнаны көрсе бекіге. Ақын болып кеттім, обал не, болмайын ба? Жоқ әлде. Ләйлә, шұғынып гүл төркіні жыр жинақтарында туған жердің көркем табиғатын, махаббатты, сұлулықты тебірене жырлады. Ақын дүниеге салған соң жарық көрген көктемгі хаттар өлеңдер жинағы оқырман қауымының жылы ілтипатына ие болды. Мақырым менің жер бетін түгел көгерткен, үйренем сенің үлгіңнен. Тыңдарға әні түрігі таңдай қағарға, аспаннан түсіп ала көлдегі аралға. Аққуларының алдарды келіп болды ма, ат көліктерін аман бар. Көделі жазып, жұртаны қалың болы бар, қазақтың жері, көгерген сайын созылар. Тарихы домбырамен айтылатын өлкемнің шаршамау дарысымен, пай-пай таутасында теріскілен, бұрында дәл осындай келісті мен. Көз жатсам, суреті паң сері таудан, сандалсам, табалама жер үстінен. Бетін жаулап алған сәттерде бір, аймақты аспанмен ақ келді бол. Көпіршігін тұтамын дәптерге бір, сан соғып соқпас үшін әттен құр. Күйрігат таптаған бапкер, күйрік жұтқан тұлпар мініп, ту ұстаған батырға тән қасиеттері сараланады. Ақтегірі, көкпаршы, шабандоз, ақын, күйші, биші, сырнайшы, өлеңі қамшы салдырмас, жүгергенге танып көбеттеген. Жаңа заман құштары, қара түнге лақтырылған шақтары, қара белгі рекаталар ұшады, ішінде адам орналасқан оқтай бол. Жүрексің ау, кідіруді шам көреген, жаңа заман армандарға тығышқан, озып кеттіп, жүрмегесің әндерден ойлай озып едің дыбыстан. Жақпайым адалдық, намысқойлық, жаны да таза, ары да таза, ерлерге лайық биіктерде ғана көрінетін ақын. Әрқашанда сол биігіне көріне берсін. Ақынның жарқын бейнесі халқымыздың жүрегінде мәңгі сақталады. Осымен ақынның мерейтойына арналған әдеби кешіміз аяқталды. Сән салтанатты жыр керуеніне амандықпен қауыша берейік. Қадірлі жыр сүйер қауым.